Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін отбасымның сүйікті асының бірі чебуреки дайындамақшымын. Алдымен ұнымызға 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. 1 шай қасық тұз салып, қайнап тұрған ыстық су құямыз. Себебі қамырымыз жұмсақ әрі күтірлік болуы үшін. Міне басып болғаннан кейін 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Оның арасында біз 1 пиязымызды майдалап турап, және тұз бұрышымызды салып, дәмі сочный болуы үшін кішкене су құйсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып, қамырларымызды майда-майда қылып бөліп, жұп-жұқа қағаздай қылып жаясыздар. Барлығын жайып дайындап алғаннан кейін ішіне фаршымызды саламыз. Фаршымызды да асықпай қасықтың көмегімен жайып жұқалап салуымыз керек. Видеодағыдай. Осылай саласыздар. Ары қарай екінші бетін бүктеп жауып, жан жағын шанышқымен жабамыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Ары қарай видеодағыдай жасай бересіздер. Міне өздеріңіз көргенде осындай чебурекилар шықты. Қамыры жұп-жұмсақ әрі дәмі өте керемет болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын.